Қайырлы күн достар. Адамдар өмірде бұл мансап, ойын-сауық, демалуға бару, ауыр еңбек күндерінен кейінгі демалыс болсын, кейде өз өмірлерінің қаншалықты қысқа екенін ойлайды. Мәдениет және әлеуметтану қоғамын зерттеумен айналысатын әлемнің алдыңғы қатарлы университеттері барлығын санағанда адам өмірінде қанша уақыт бар деген сұраққа орташа статистика 79 жыл деп есептеген болатын. Егер сіз күніне 8 сағаттан ұйықтайтын болсаңыз, бұл шамамен өміріңіздің 26 жылдан астам уақытын алып кетеді. 79 жылдан бірден 56-ға дейін төмендейді. Ендігі есепке сабақты да еске алу керек. Мектепке оқуға 12 жыл, күніне 8 сағаттан, аптасына 5 күннен, жылына 36 апта жұмсайды. Бұл мектеп ғимараттың ішінде 17 миллионға жуық сағат жұмсайды. Тағы үй жұмысын және мектептен тыс шараларды есепке алу керек. Оған орта есеппен 25 мың сағат жұмсалады. Бұл жылдардан кейін колледж немесе университетке барады. Онда тағы 5 жыл оқуға тура келеді. Бір жылға минимум 2 апта демалыста өтеді, тағы минус 10 жыл. Кем дегенде қалған 38 жыл. Әрине, уақытты үнемдеуге тырысу керек, жұмысын жақын үйде пайдалануға болады, бірақ бәрібір автокөлікте де жұмысқа немесе тағы да басқа жерлерге барып қайтуға уақыт өткізіп аласыз. Орта есеппен алғанда 1,5 сағат жол жүруге кетеді, нәтижесінде шамамен 2 жылға дейінгі өз өміріміздің уақыты жұмсалады. Міне, осыдан тек 36 жыл ғана қалып қалады екен. Ендігі назар аударуымыз қажет зат ол азық-түлік тұтыну. Күніне кемінде 70 минут кетсе, 79 жыл адам өмірінің 32 мың сағаты тамақтануға кетеді. Бұл 4 жылды шығарады, ал бізде қалған 32 жыл. Және де үйдегі тұрмыстық проблемалар әрбір адамға қатысы бар. Бұл күнделікті өмірдің 1 сағатын алады. Енді міне 29 мың сағат өтеді, ал бізде қалғаны 29 жыл. Енді ағзамызға ішектің тазалануы қажет, сондықтан 3 айға жуық уақыт кетеді. Қазіргі заманда тек ұялы телефондар ойнап, әртүрлі қосымшалар үшінде өміріміздің бірталай жылын кетіріп аламыз. Оны орта есеппен 10 жыл деп алатын болсақ, бұл жердегі өзіңе қалатын уақыт тек 16 жыл ғана. Бірақ та бұл барлығы емес. Мұндағы қайғылы статистика бойынша зейнеткерлер зейнетке кіре бере 62 жасында ләззат демалыспен демаламын деп ойлайды. Бірақ 50%-дан астамы қалыпты статистика бойынша 65 жастан асқанда мүгедектік топқа кіреді екен. Шамамен 15% солардың ішінде 1-ден 3 және одан да көп мүгедек топтарына кіреді. Ал енді елестетіп көріңізші, қанша уақытты емдеушілермен жолыққанға кетіреді. Бұның нәтижесінде 15 жыл кетіріп алады екенбіз. Ендігі 1 жыл тек 1 жыл ғана, дәл сізге арналған уақыт. Сіздің шынымен ақ өз арман мақсатыңыз жолындағы уақыт көлемі. Оны дұрыс пайдалана білу керек. 40 жыл жұмыс бойы орташа $6,000 пайда табу, өзіңе көлік алу бұл адам үшін уақытша бақыт. Біз шын мәнінде бақытты болуымыз үшін таңертең осы өткелі жатқан күнімізге көңіл-күй қалыптастыру керек, жоспар қою қажет. Бір нәрсе істеу үшін ғана оны қабылдау емес, дұрыс шешім қабылдау ретінде ғана емес, бақыт жолында бірінші қадамға кепіл болудың мүмкіндігі ретінде қараңыз. Біздің арманымыз ұзақ және қиын болуы мүмкін, бірақ олар үшін уақыт жұмсауға, пайдалы істер жаратуға, әрқашан өз брендіңізді қалыптастыруға, өз идеяңызды технология және интернет әдісімен жеткізгіңіз келетін бизнес жоспарыңызды ойластыра отырып, өз мақсатыңызды іс жүзіне айналдырсаңыз, болашақта жақсы мүмкіндіктер пайда болады. Осыдан кейін сіз шынымен қандай да бір жұмыс істегіңіз келетін нәрсені меңгеру үшін уақыт пайда болады. Ақшаңызды құртып алдыңыз ба, жақсы досыңыз сізді сатып кетті ма, жарайды. Бұл жағдай әлем бойынша миллиондаған адамда болып жатыр. Бірақ сіз уақыт жоғалтасыз және оны ешқашан қайтара алмайсыз.
Психологтар жер бетіндегі әрбір екінші адам күн сайын күнделікті өмір сүру міндеттерін жек көреді, көңіл күйін түсіріп, өзін жаман сезінеді деген қорытындыға келді. Бірақ әр адамның өз таңдауы бар. Оның бір күн бойы оптимист немесе пессимист болуы тек өзінің қолында. Бұның бізге ең маңызды бір түйіні бар. Әр адамда бір ғана өмір бар. Барлық әлем біздің алдымызда. Неге өз шешімін қабылдауға емес, басқа адамдардың пікіріне негізделген өмір сүріп жатырмыз? Бұл стереотиппен жүрген адамдардың өмірі 90%-ға бақытсыз келеді. Өйткені олар өз-өзіне және қарттық шаққа таяғанда өткен өміріне өкініп, жастықтың қайта оралуын аңсайды. Бірақ олар үшін мүмкін тым кеш болып кетті. Сондықтан сіз әлеуметтік желілерде көрген басқа адамдарға еліктеп өмір сүру орнына, бұл желіде өзіңіз үлгі ретінде болуға бар уақытыңызды аямаңыз. Пассивті сіз шын мәнінде бірдеңе сіздің уақытыңыз бойынша болмай жатқан нәрсе туралы ойланған кезде бастайсыз. Бұл сіздің басшылығыңызға қоңырау шалу қажет дегенді білдірмейді. Бұл өмірде бірден ештеңе пайда болмайды. Барлығын тек қателесуден және тәжірибе алмасудан өз дегеніңізге жетесіз. Барлық жағымсыз пікірлерден бас тартыңыз. Бірдеңені өзгертетін уақыт жоқ болса, жайдан бастаңыз. Сізді қоршаған ортаны қоршап тұрғанын шын жүрекпен сезініңіз. Барлық жағымсыз қоқысты лақтырыңыз. 79 жылғы саяхат ендігі қарағанда әлдеқайда қысқа. Бірақ әлем 24 сағатта бірнеше күн ішінде, аптада, бір жылда өркениетті технологияларды, ғылымды қалыптастырған жоқ. Ол үлкен жол болды. Бұл табанды да сенімді адамдардың миллиондаған жыл бойғы арманы болған еді. Ал қазір өз арманының тек өз қолында. Оны орындауға бұрынғыдан қарағанда 100 немесе одан да көп мүмкіншіліктер бар. Достар, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар. Уақытыңызды тиімді пайдалану сіздің өз өміріңізде бірнеше нәрсені өзгертеді. Қазір бұл туралы дереу шешім қабылдаңыз. Баршаңызға сәттілік.